Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздермен өте дәмді фаршталған бұрыштардың және де помидордың рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Астына описанияға қанша граммнан қосу керек, барлығын жазып кететін боламын. Ең алдымен күрішті жақсылап жуып, ыдысқа салып аламыз. Үстінен су қосып, жай отқа қоямыз. Бір қайнағаннан соң астын өшіріп, сүзгіден сүзіп алатын боламыз. Енді фаршымызды дайындаймыз. Үстінен пиязды салып, күрішімізді қосамыз. Одан соң қалауымызша тұзды қосамыз. Және де дәміне қарай бұрышты саламыз. Чеснокты майдалап турап, қосып алып, қалауымызша дәмдеуіштерді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай помидордың ортасын кесіп алып алдым. Соның енді суын ғана қосамыз, қоюын қоспаймыз. Енді жақсылап араластырып, біркелкі етіп дайындап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің фаршымыз дайын. Ал енді бұрыштарымызды арасын ашып, тазалап, жақсылап жуып аламыз. Енді ішіне фарштарымызды салып шығамыз. Бетін қатты толтырмаймыз, кішкене қалдыру қажет болады. Себебі піскен кезде біздің фаршымыз ұлғаяды. Сондықтан дәл осылай жасаймыз. Помидорларды да дәл солай қайталаймыз. Осылай ішіне салып шығып, бетін жауып қойып қоямыз. Міне барлығын жасап, екі ыдысқа бөліп салып алдым. Қаласаңыз тоңазытқышқа 1 сағатқа қойсаңыз болады, салмасаңыз да болады. Ал енді зажаркасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды турап, жақсылап қуырамыз. Үстінен помидордың ортасын салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал енді картопымызды саламыз. Үстінен томатты қосып, тағы да жақсылап араластырып, шамамен 2 минуттай осылай қуырып алатын боламыз. Енді қайнап тұрған суды қосамыз. Дәміне қарай тұзды салып, қалауымызша дәмдеуіштерді қосамыз. Менде осындай Галина Бланка өзінің сорпасына ерітіп, осылай қосып алдым. Ал енді голубцаларымыздың үстінен осылай бірінші қоюларын бөліп салып аламыз. Және де болғаннан соң қалған сұйық сорпасын бірдей етіп бөліп шығамыз. Бетін жауып тұруы қажет. Енді бетін жауып, қатты отқа қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан соң бетін осылай кішкене ашық қалдырамыз. Және де 20 минуттай уақытқа жай отқа пісуге қоямыз. Міне голубцамызды қайнады. Осылай бетін кішкене ашық қалдырамыз. Енді пісуге шамамен 2 минуттай қалған кезде үстінен туралған укроптарды салып, қайтадан бетін жауып қойып қоямыз. Сонымен біздің фаршталған помидорымыз бен бұрыштарымыз дайын. Қаласаңыз осылай берсеңіз, құрғақ күйінде берсеңіз болады, немесе сорпасымен салып берсеңіз болады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер де сізге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!